емес көрсетсе бүгін біздер Мбаппе мен Неймарды салып жататын боламыз. Ал бізде видеомызды бастаймыз. Достар, ең бірінші бізде голдан әрине бізде кім жеңеді деп ойлайсыздар? Голдан әрине бізде қазір көретін боламыз. Біз қазір голды есептеу үшін 5 жылдық қорытындыны ала отыруды шештік. 5 жылдық қорытындыда Неймар 92 ойында 72 гол өткізген екен. Ал Мбаппе 136 ойында 123 гол өткізіп, Мбаппе бірінші ұпайын алады. Ал бізде Неймар сонда бізде одан примерно 50 ұпайдай қалып тұр. Достар, енді бізде голдық пас. Голдық паста Мбаппе 136 ойында 39 нәтижелі голдық пас берген. Ал Неймар осы 92 ойында 35 голдық пас берген. Неймар ұтылды, Мбаппе тағы да бір ұпайын алады. Ал дриблинг жағынан әрине Неймар өзінің ұпайын алады. Есеп 2-1. Бізде енді алтын доп. Мен жаңалықтарды қарасам, Мбаппе алтын доп алды дейді. Кейбіреуі алмады дейді. Неймар алмаған бәріміз білеміз. Сондықтан французшық ойынға бір ұпайын берсек бола ма екен? Жарайды, болса болсын. Ал бізде пенальти. Пенальтиден де екеуі мықты ойнайды. Бірақ та мен өз ұпайымды екеуіне де берейін. Есеп 4-2. Енді достар, трофей жағын етсек, трофейда Мбаппе мен Неймарға келетін болсақ, Неймар не дегенмен көп алды деп етейік. Бірақ Мбаппеде уже бірталай трофейлерді алды. Соқтан екеуіне де берейік. Ал енді достар, не істейміз? Дриблингті айттық, голды айттық, голдық пасты айттық, трофейді айттық. Енді бізде танымалдылық. Танымалдылықтан әрине Неймар ұтады. Ал есеп 5-4. Енді достар, ең соңғысы әрине трансферлік құн. Трансферлік құнды Мбаппе ұтады. Бірақ мен Неймар не дегенмен осал емес. Неймарды жетіп қалады ғой деп екеуіне де ұпай берсем, қалай болады достар? Сондықтан мен екеуіне де ұпай беріп, есепті айта кетсем. Есеп 6-5. Мбаппе жеңіске жетті. Бірақ Неймар не дегенмен уже көп нәрсені етіп алды. Өйткені Неймардың жасы қазір уже Мбаппеден үлкен. Ал сіздермен бірге болуымыз қош, сау болыңыздар.